Мырзалы Бекзатқан Таханұлы 1961 жылы 11 қарашада Алматы облысы Бақанас ауданы Қаразөк ауылында дүниеге келген. Іле өзенінің бойындағы Құйған ауылының орта мектебінде оқып білім алады. Аталары, туған туыстары бәрі де балық шаруашылығында қызмет еткен. Әкесі Тахан да балық аулау пунктінде қызмет атқарған. Бекзатқан да ата әке жолын қуып, осы балық шаруашылығында әртүрлі қызмет атқарды. Бар мен жоқты түгендеп, адами рухты биікке көтере білетін бұл адамның кең пейілділігін, азаматтық болмысын, парасаттылығын паш ететін мынадай жағдайларға көңіл аудармай өту мүмкін емес. Оның ең бастысы бауырмалдық қасиеті. Әкесі Тахан ерте қайтыс болып, бауырында 11-дей қалған балалары бар, аяулы анасының бір жағында жүріп, көмектесуге бел буады. Бауырмалдық мейірімін төгіп, іні қарындастарына қамқор болды. Әкесінің жоқтығын білдіртпей, бауырларының аяғынан тік тұрып кетуіне бас көз бола білді. Жаста болса бас болып, мүмкіндігінше қолдау көрсетіп, сүйеніш бола білді. Сондықтан да болар, әке орындағы әкедей тірек санап, асқар таудай қорғаны бола білген Бекзатқандай ағаларын бауырлары бір тұтып, айрықша құрмет көрсетіп, жақсы көрді. Амал не? Тіршілікте тірек болған осынау жанды бұл күндерде сарғайып, сағынышпен еске алады. Маңдай терін төгіп еңбек етсең, оған деген сүйіспеншілігің ешқашанда азаймаса, жер ана өз ұл қызынан байлығын да, ырыс дәулетінде аямайды. Негізгі мәселе, біздің әрқайсымыздың осы кіндік қанымыз тамған туған жерімізге деген құштарлығымызда, шынайы, ыстық ықыласымызда. Тынымсыз еңбек, туған туыс, ел жұртқа деген шынайы ықылас пен отбасы тіршілігін әсем үйлесімділік кеңістігіне сыйғыза білген Бекзатқандай аптал азаматтың ой түйіні міне осындай болатын. Бабаларымыздың арманы мен үмітіне айналған қасиетті туған жерді сүйе білудің, оған сене білудің осы бір қарапайым үлгісі оның бойында жарқырап көрініп тұрушы еді. Адамдық қасиеттің биік өлшемі де сол емес пе? Ауылда да өмір бар. Ауыл жолы өмір жолы екенін ескерсек, сол алтын тамырдан нәр алып, кемел келешекке қарышты қадам жасағанға не жетсін. Өмір жолымыз даңғыл болса ғана, өміріміз мәнді, тіршілігіміз сәнді болары хақ. Бекзатқанның өмір жолынан осыны анық ұққандай боламыз. Оны туған жеріне туын тіккен сол ауыл өңірінің бейне бір асыл қазығы дерсіз. Бір 1986 жылы Қараөзекте Гүлзира мен отау құрып, бір ұл, 4 қыз дүниеге келді. Туған туыс, ел жұртына, дос жарандарына ықыласы ерекше еді. Отбасында 5 бала өсіріп тәрбиелеген ерлі зайыптылар арасындағы сыйластық, тату тәтті үйлесімді тіршілік, ол көтерген шаңырақ керегесінің беки түсуіне ықпал етті. Ширек ғасыр басы отбасында бала тәрбиесінде ғана емес, тірлік тауқыметінің барлық қыр-сырында ортақ түйінді ойға тоқтай білді. Отбасындағы жарасымды тірліктің өзі көпшілігіміз тереңіне үңіле бермейтін ерлі зайыптылар арасындағы үйлесімділікте, түсіністік пен сыйластықта болса керек. Бірлік бар жерде тірлік бар демекші, ынтымағы жарасқан отбасындағы 5 баланың әке-шешелерінің көңіліне кірбің түсірмеуге ұмтылуы да тәлімді тәрбиенің нәтижесі екендігі даусыз. Табиғатынан ақ жарқын, адал жар, аяулы әке жүрегінің жылуы, қамқорлығы отбасын ғана емес, туған туыс, жора жолдастарын да қамтуы құптарлықта еді. Ол қиыншылыққа мойымайтын, оның қандай түріне де қарсы тұра білетін азамат еді. Қиын кезеңдерде
Бекзатқанның кереметтігі сонда жедел жол тапқыш өрелі еңбек ете білуі, өз ортасындағы адамдармен күнделікті дұрыс қарым-қатынас жасай білуі. Сондықтан да болар, оның ауылда да, сырт жерлерде де көңіл жетер дос жарандары өте көп болды. Жас балаша құрақ ұшып, елгезектеніп, көңілден шығуға бар күш жігерін жұмсайтын. Үлкенге де, кішіге де бірдей еді. Өзі түсініскен, сыйласқан адамға жан дүниесі кең азамат болатын. Осылайша, өмір баспалдақтарын баса отырып, адал еңбегімен, кісілігімен және шынайы жан тазалығымен өз ортасында лайықты беделге ие болды. Ауыл өңіріндегі зиялылардың қатарында пайдалы да тиянақты ісімен үлгі болған Бекзатқандай азаматты танып, айрықша құрмет көрсетіп, еске аламыз. Ендігі көңілге медеу болар нәрсе сол, туған жерді сүюдің, адал еңбек етудің, туған туыс бауырды қадірлей білудің, ел жұртқа деген құрметтің, отбасына, аяулы жары мен балаларына деген мейірімнің, жолдас жораға деген сый сияпаттың небір тамаша үлгісін қалдырып кетті. Оның өмірінің ғибратты тағылымы да міне осында. Шынайы кішіпейіл, жалпыға бірдей жанашырлық, жайдарман пейілден жазбайтын ерекше елгезек жан ретінде есте қалды. Оның алдын көрген адамның жан дүниесінің тереңінде оған деген құрмет пен ілтипат әрдайым бүлкілдеп жатары айғақ, ақиқат нәрсе. Өйткені оның осындай жан дүниесінің тазалығы кім-кімнің де жанын сүйсіндіретін. Ендігі тілек сол, осындай азаматтың марапатынан нәр алып, өсер ұрпағының келешегі жарқын болғай. Әмин. Кешкі кез, күн батуда, құстар ұшып кетеді. Сүйіп өттің қаразөктің даласын, жас кәрісін, бесіктегі баласын. Мейірімің туысқанға көлдей ет, жұбайыңмен таптың әргез жарасым. 2017 жыл еді, көксәуірдің 23 күн еді. Кешке сағат 7-лердің шамасы төбемізден қара үйрім бұлт төнді. Сене алмаймыз арпалыста ойымыз, неге бұлай, қалай, сенбеймін, қойыңыз. Сан салуан сұрақтарды қойсақ та, ой сұрабақ көрініп тұр ғой орныңыз. Асқар тауың әкетайым, әкешім, өзгелерден ерекшесің, бөлексіз. Қорғанышым едіңіз сіз қамалдай, құлап қалды сіздей биік іргеміз. Айта берсек таусылмас сөз сіз жайлы, қаншам адам сізді жоқтап жылайды. Барлығына нұрын шашқан әкеміз, қабіріңіз нұрлы болсын шырайлы. Шоқ жұлдыз сөнді көкте тұрған жарқырап, бауырлар қалды балалар жарың аңырап. Еш пенденің де қолынан келмес іс екен, бір Алла төтесінен алды таңдап. Қолымыздан келмес біздің еш шара, Аллаға да керек екен жақсы адам. Бағыштау Құран, қолдан келер бар шара, жатқан жерің жайлы болсын ақ папам.